одан кейін былай деп жүреді. Дұрыс, осының өзі тәжірибе негізі. Кейбіреу өлең басталмай жатып орнынан тұрып кетеді. Султан Бенттің әні мына жерде басталған кезде ол орнында отырады деген сияқты ғой. Ал Рамазан барлығын біледі, оның өзі үлкен көрсеткіш. Негізі Рамазанның харизмасы бар деп қыздар жазып жатады Рамазанға. Ұялып қалдың ғой. Рамазан қалың қалай енді? Жақсы, бәрі керемет. Кеше кездесу болды. Жалпы үйінен барып алып кеттім. Кешкі жақын алып кетіп, шарбы салдым, сөйлестік, жақсы. Келген шығар енді. Келген шығар. Ержан ол келді дейді, қане көрейік. Ақбота, студияға келсеңіз. Қош келдің, Ақбота. Саламатсыз ба? Бүгін сіз де Рамазанды жақсы киініп, кәдімгідей күшті болып отырсыздар. Рахмет. Саламатсыздар ма? Жарасып тұр. Иә. Қалыңыз қалай, жақсы ма барлығы? Жақсы. Кеше Рамазан кездесу болды дейді, өзім алып кеттім, шығарып салдым дейді. Иә. Қандай жігіт екен Рамазан? Джентльмен десе. Күшті жігіт. Джентльмен. Ұнады ма кездесу барысында, не жайлы әңгімелестіңіздер? Бірден ортақ тіл табысып кеттіңіздер ме? Негізі Рамазан былай көп сөйлемейді. Сөйлесең ғана сөйлейді екен. Ашу қиындау болды, кішкене, бірақ сөйлестік, тіл табысып кетті. Рамазан? Жоқ, маған наоборот көрінді. Наоборот, Ақбота маған ашылмаған сияқты болды. Мен сөйлеп отқан сияқты болдым да. Андай ғой, кеше қатысушылар жалпы халықты айтып жатыр, осындай Ақбота мынандай деген көп негатив кетіп жатыр ғой. Қатысушылардың тарапынан, жалпы халықтың тарапынан. Содан кейін ба Ақбота вообще, білмеймін, өз басыма ашылмаған сияқты толық ше. Басылып қалды. Иә, былай, бірнәрсе сұрасам, ұялатты бір. Енді бәлкім көпшілік ортада Ақбота басқа, ал оңаша қалған кезде мүлдем басқа шығар. Иә, оңаша қалған кезде мен сұрап, білмеймін, менің ойымша солай көрді, мен сөйлеп жатқан сияқты болдым. Бірақ тіл табысық деп ойлаймын. Бірақ мен сырласуға келіп кірген кезде кеше сіздер үндемей біздің эфирді көріп отырған едіңіздер. Күліп, Ержанның айтқан әңгімесін тыңдап. Именно әңгіме біткен кезде келдіңіз бе? кіріп қалдыңыз, да? Негізі сырласу бөлмесінде тоже жақсы сөйлестік. Қазір сіздердің сурет видеоларыңызды көрейік. Одан кейін әңгімелесе жатармыз. Қайда бардыңыздар, не істедіңіздер? Әсерлі. Әлия ханым, бірден не көріп отырсыз? Ақбота, қош келдің. Қош көрдік. Унисон емес сияқты маған. Мен інім әдемі ғой. Ақбота да әдемісің. Бірақ Ақбота әп әдемісің да, сөзің де, қылықтарың да. Бірақ сен осы жобада отырдың, иә? Қысқа киіп келген қыздар неудобно көрінеді, иә? Бәрін білесің. Не үшін қысқа киіп келдің? Әлде Рамазан костюмін шешіп жаусын дедің ба? Ұзын көйлек киіп әдемі болып отырғанда, бұдан да әдемі болып отырар едің. Негізінде кеше басқа жасады тұр, бүгін басқаша ма? Жоқ, бұл маған Ақбота андайда қарапайым, сөзі нық қой енді. Бірақ киім киісті жөндесең, одан да әдемі қыз боласың. Мен жасым небәрі 18-де, не кисем де жарасады деп ойлаймын. Жоқ, 18-десің, әдемісің деп тұр мен саған. Бірақ қараш қай жерге дейін келтелігін. Нормально. Мен ұялып отырмын да. Жоқ, менің көзқарасым бойынша маған ұнап отыр, например. Нормально. Сен шехзаде болып үйреніп қалғансың ғой. Енді сондаймыз ғой, не істейміз енді. Бірақ мынандай сұрақ, маған айтып жатыр да, ашылған жоқ сияқты дейді да Рамазан. Мне кажется, просто Ақбота не туда, не сюда болып қалған сияқты. Сен өзіңді әлі былай адамдарға дұрыс қалыптастырған жоқсың.
сен кеше айтады, міне өзгердім дейді, ой түйдім дейді. Мен саған алдында сен кетер кезде айтқанмын. Сен либо айт, мен кием, мен барам. Елдер нормально воспринимать етеді да. Маған үміткер келеді да айтады, мен түнгі клубқа барам, мен қысқа кием дейді. И ол үшін оған ешкім наезд жасамайды да. А сен постоянно ана позицияны ұстап қаласың да, поэтому сен қысқа уже кие алмай қаласың. Поэтому мен кием деп айтсашы просто. Мен түнгі клубқа барам деп айт. Мен не дедім? Сен кеше мен өзгердім, Рамазанға Өзгердім деген жоқпын, ой түйдім деп айттым, болды ғой? Жоқ, Рамазан айтты ғой потом, өзгерді ол деп. А қазір ответ уже бере алмайсың да, неге қысқа киіп келдің деген кезде сен ответ бере алмай қаласың. Жоқ, айтты ғой, мен 18-демін, не кисем де маған барлығы жарасады. Бәрі ыңғайсызданып отыр ғой. Ыңғайсызданып отқан жоқпын. Ішіме кіріп келдіңіз бе? Жана ханым, Ақбота, қош келдің. Қош көрдік. Ана жолы сен келген кезде мамаңа осы эфирдің бәрі есіңде болса ауыр тиген, иә? Иә. Вот сол үшін сен екінші рет келіп, екінші рет сонша негатив есту мамаңа тағы да ауыр болмай ма? Мамам өзі поддержка беріп жіберіп отыр. Осы именно Рамазанға бар деп Рамазанға айтты. өзі жіберіп отыр, иә сонда? Жана ханым бола ма? Иә. Точно негізі мамаңыз жаңағыдай көмектесті ма? Әлде в общем мен бұл қызды түсінбедім. Жобаны Түсінбей-ақ қойшы, Рима. жоқ түсінгім де келмейді. Түсінімің келіп баратыр ма? Жоқ, тыңда енді, мақұл, сен тілге жатып қалғансың ғой, на язык такая острая. Хорошо. Мен түсінбегенім, сен жобаны мазақ етіп келдің ба, әлде жаңағыдай тағы да өзіңді көрсетуге келдің ба? Сен ауырасың ба? Жоқ, ауыртам қазір. Мен әр жерде не істеп жатырмын? Жоқ, енді Маймыл ұқсап секіріп жүрмін ба? сен жобаға келерден бұрын Ақбота Хамо жапшы аузыңды болды. Мен нервім шығармашы мына жерде. Итак, мамам сенің кешегі сөздерінен кейін ауыр тиіп жатыр да, ауыз бар екен деп, бұлар 2 метр тіліңді маған жібермей ақ қойды. Сабыр. тілім сен сияқты емес. Ақбота, сабыр. Диана ханым, Ақбота қош келдің, сен айттың деген түсіндім. Сенің бір перепискаңды маған жіберді, мен де көріп қалдым, бота қатты ренжідім. Сен бір балаға жазыпсың, бүгін қызық болады деп. Сен маған жіберген жоқ, ол сампл ма? Жоқ, сен соған сондай Сендер өздерің сондай үшін Маған мынаны айтыңыздаршы, нақты ол жерде бота не жазған? бүгін қызық көресің деген ғой. В общем, не болады, анау мынау мен по-моему жібердім, осы сендерге де келіп жатыр ма осындай дедім де. Бірақ енді қарашы, Ақбота, сен ақыры келеді екенсің, неге артында ашатын адаммен сөйлестің? Досым дейсің, қайдағы досың ол саған? Артымды ашқан жоқ. Ол сториста емес әңгіме, оны барлық жаңағыдай оқырмандар скриншотпен барлығымызға жіберіп жатыр. Содан кейін мен бір-екі қатысушы жібергеннен кейін, ой, уже бізге келіп қойған бұл деді. Сен серьезно эфир сағынып келгенсің ғой, мен кешегі айтқандарым бәрі рас болғансып келе жатыр. Диана ханым, жалпы Диана ханым бола ма? Жоқ. Рома, мен бірдеңе айтпайыншы. Ол жерде, мысалы, бәрімізге келді, не айтылды? Ештеңке айтылып тұрған жоқ. Қызық болады деді, болды. Мысалы, сөйтті де анау жазып жіберген, сен келесің ба деп еді, Ақбота ештеңке айтпаған. Ержан, Сендердің ойларыңша ол сөзбен сендер ішінде ой түйіліп қалып келе салады екен да. Осы жерде бір сұрақ Хамоға. Мен Ақботамен сырласуға барған кезде айттым, ешқандай мен өткен жұмада клубқа барған жоқпын, Хамо ойынан шығарып жатыр деді. Сонда сен ойынан шығарып жатсың ба? Сонда Рамазан, мына жерде мен айтқаныма сенбей отырсың ғой. Жоқ, мен ешкімге былай мен саған әркімнің өз шындығы бар. Просто ол айтты, өткен жұмада мен клубқа барған жоқпын, Хамо ойынан шығарып жатыр деді. Мен қазір тұра тұрыңызшы. Мен саған мына эфирсіз-ақ мен саған доказать етіп беремін. Кімдер айтқанды, мысалы, қасымда адамдарды, мен саған қойып бере аламын да оны. Сол кезде сен мына сенбей жатқан. Қамрақұл, сен кеше мен өзім көрдім дедің ғой. Сен өзің көрдің деп айттың ғой. Маған ғана сенбей отыр ғой, мысалы. Қасымдағы адамдар да бар да негізі. Жоқ, Ақбота, керек болып тұрса мен Рамазанға жеке көрсетіп. Сен бардың ба, барған жоқсың? Барған жоқпын. Барған жоқпын. Қамрақұл, сен дәлелдей аласың ба? Ақботаның барғанын. Жоқ, осы жерде дәлелдеп, мен жеке өзіне көрсетіп дәлелдеп бере аламын. Дәл қазір дәлелдесей. Диана ханым,
мен Яна Ақбота ханым, Неге біз қайта айналып келіп клуб тақырыбын иә, қозғаймыз? сол клубты жабайықшы. Жоқ, Ақботаны көрсеңдер клуб елестеп кете ма? Вообще біз отырғымыз келмей кетеді ғой, клубты жабайық. сол жаққа қарасаңшы, сол жаққа қарай. Сен барасың ба клубқа? Көрдің ба көзіңмен? Болды, Алия ханым, сабыр. Алия ханым, сабыр. Мен Диана ханым Ақботаға айтып келеді, Ақбота сен бір қолдағың келіп бір сенші стараться етіп момент қуып кетесің ба, бір бәле да. Бір не істеу үшін мысалға Ақбота кішкене сабыр сақтап, саған осы проект келгенде Айгөлек изначально саған айтты, Ақбота қойш, сен келінді қайттан қуып кеттің. Жоқ, не кішкене сабыр сақтап. Темірлан, не істеп қуып жатыр ғой? Қуып жүрғаның қасы кеше ғана. Ой түйдім қысқа киімінде. Сабыр. Мен кеше ой түйдім, мен қысқа киіммен деп айтқан жоқпын. Ой түйдім дедім, болды. Артық ештеңе айтқан жоқпын. Ақбота, мен айтайыншы, ой түйген адам мына жаққа келіп, беттен алып төске шауып, мына жақта білесің, бәріміздің пікірталасымыз бар Сендер екен. бірінші үміткерді сыйлап үйренсеңдер, сосын барып. Үміткер өзі жақсы мына жерде, жақсы көрсе, сен кетіп баратқан кезде сондай жүрегіміз ауырды, шыны керек. Міне маған бірден жіберді. Қазір кешегі сіздер айтып отырған Ақботаның досы дәл қазір біздің эфирді өзінің жеке парақшасына жүктеп, өте бір ерсі сөзбен басталды, көрейік деп өз парақшасынан бізді кәдімгідей мазақ етіп жазып қойған екен. Міне маған дәл қазір осы сәтте Инстаграм парақшама оқырмандар жіберіп жатыр. Ол сөзді мен айта алмаймын, өйткені ол сөзбен ол бізді меңзеп тұр ғой. Ол адам емес, ол жануарға теңеп тұр бізді. Диана ханым, менде мынандай ой кеп тұр. Сол екеуі қазір тәпішкенің артынан жүрді. Анық. Енді екеуі алдыңғы жағдай қазір дәл алдымызға келіп отыр. Екеуі біздің бағдарламаны пайдаланып, өз істерін жүзеге асырғысы келіп тұрған. Мен Бота сені всегда қолдайтынмын, бірақ дәл жағдайда мен сені қолдаймын. Өйткені Рамазанның аузынан шықты, маған тізеден ұзын киетін келсе деді. Сен бүгін әдейі мына жерде тақырып болсын деген сияқты қылып, әдейі қысқа киіп келіп тұрсың. Тыныш Хамрақұл. Бірақ сен үміткер болып шықпас бұрын ол кісіге айтады екенсің. Айтқан жоқ мен барам деп. Айтқан жоқпын өйтіп. Қалай айтқан жоқсың, я перепискада тұр ғой. Бүгін қызық болады, көр обязательно деп Мен тұрады. көр деп айтқан жоқпын. Мен кеше көрдім, Ақбота мен өкініп отырмын. Көр деп айтқан жоқпын, Темірлан. Қара, бүгін қызық болады. Не десе көрсейден. Не ол десе көрсей деп тағы да жазған. Сен сол баламен екеуің гиф бастап қазір бізді қайтадан осындай манипуляциямен бізді қолданып, анайғалат, еще самый жұлдызбын деп жүрген адамға кеп, сендер соның бәрін өздерінің жылаларыңа тығып, не істеп жүрсіңдер, Ақбота? Шығып кете салшы, пожалуйста. Позорить етпей. Сен шығып кет, шық. Позорить етпей ақ қойшы, етегің жапта шығып кете сал. Сен маған ондай әңгіме айтпа, Темірлан. Ауыр сөйлемей қояйық, Темірлан. Қазір артық сөздер айтылып жатыр. Жарай ма? Қажет емес. Салтанат. Мына жерде просто барлықтан жабылдың қажет жоқ. Өйткені Ақбота сен өзің айтып тұрсың, досың емес. Бірақ сеніп қалған, айтып қалған. Болды. Түсініңдер соны. Өздерің как будто 18 жасы ешқандай вообще идеальны болғандай болмаңдаршы. Особенно Темірлан сен осы 5 айға дейін 2 сөйлеп жатсың, 3 сөйлеп жатсың, 4 сөйлеп жатсың. И сен вообще не имеешь права Ақботаға бір әсе деп айтуға. Бірінші өзіні дұрыстап ал, потом Ақбота қара. Ақбота полностью бәрі жарасып отыр. Одан қатты қысқа емес, өз Рамазан айтты ғой, қысқанда қысқасы болады деп. Ондай қысқа болып тұрған жоқ, бәрі жарасып отыр. Екеулерің күшті жарасып отырсыңдар. Жоқ, мынау қысқа енді қате енді, білмеймін. Менің ойымша өте қате болып тұр. Тұрса. Вот кеше Салта, қысқаның да қысқасы дедің, иә сен тізеден жоғары болмасын дедің сен. Енді бүгінгі мынау қысқаның қысқасы ғой. Енді қысқаның қысқасы. Енді қара, Бота саған логичный сұрақ қойын. Қазір Рамазан ата-анасы қарап отыр. Болашақ келінім қандай екен деп қарап отқан кезде өзің үшін ыңғайсыз емес пе? Мен ойлап отырмын да, осы жерде Ақбота енді жасы 18-де кішкене әлі көп нәрсені түсінбейтін сияқты, менің ойымша ше, бір кішкентай қыз сияқты тентектігі бар да, көп нәрсені түсінбейді. Мысалы, кеше ой түйдім деді, бүгін енді қысқа киіп отыр, білмеймін, өзім түсінбейтін бізден ана жақта түсіндік қой, өйткені алдындағы жағдай былай ситуациясы, ана жақта ұятты жағдаймен кетіп қалып отыр, енді қазір келіп тағы да мынандай жағдай жасап отыр.
оның барлығы, конечно, ол өзінің миына кірмегені, санасына кірмегені деп Тура сен маған миына кірмеген деп айтпашы, анаңның сөзін тыңдамаған, сен маған. Мен анамның сөзін тыңдап, вот именно милочка моя, мен саған айтайын. Ұзын киіп отырмын мына жерде. Дұрыс сөйтіп солай жүре беремін. Вот, сен елге бірінші айтпас бұрын бірінші зерттеп ал. Қыздар. Мына жерде бүгін енді совпадение болып қалған шығар мына жерде. Айгөлек сен де қатты сөйлеп жатсың. Кезінде қатарымызда отырды. Жақсы араластық, отбасым деп бәріміз бірге бір тамақ іштік барып. Енді мына жерге келе қалып еді, енді алдымдарда бәрің ата как будто дұшпан айналып кетем осында арамызда шыққан адам. Мен қорықтым мына жерде, ертең кетсем мен де ертең артымнан қанша әңгіме айтып, мына жерде ақылсымақ болып деп мен қорқып отырмын да. Ақбота қош келдің, ешкімді тыңдама, ұнайма, жігіт ұнайма, кел. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мұса, қазақимын деп көкірегіңді кересін. Сонда қазақи қыздар осылай жүру керек па? Енді тоқта енді. Мұса, мен келмесін егер қазақилар қатты ұстап қалатын болса, осыған дейін сен Жұлдыз, мына жерде мен айтып сен алайын. жан подругаң, иә? Жұлдыз. Сол кезде неге айтпайсың сен? Мен айтып алайын, тұра тұр. Мысалы мен ештеңе демеймін, үміткер болып келсін, өз бақытын тапсын. Мен оған ештеңе айтқан жоқпын. Просто обидно болып тұрған досы екеуі біздің бағдарламаны қалжың ретінде күлкіге айналдырғаны. Ертең осы жерден Құдай қаласа барлығымыз тұрмысқа шығып кетеміз, үйленіп кетесіңдер. Жобаға ат келгенін мысалы мен қаламаймын. Ал енді сен қазір сөзіңе секірмей ақ қойда, жобаны маған деп. Сен келгеннен бастап қазір мына жерде қандай әңгіме болды? Ақботаның бетіне шаптыңдар сендер. Дұрыс қой енді, сол нәрседен басталды ғой. Жоқ, тұрғындарда енді дос екеуінің мазақ қылғанын деп бағдарламаны қорғаштамай-ақ қой олай. Сен отырғанда жаңа ғана сен басқа әңгіме айтып отырсың ғой сен. Тақырып одан да басталды, қысқа киімін де айтамын мен. Сен именно көріп отқанда, маған көріп отқанда жақсы араласқан жоқсың ба? Сабыр, Айгөлек, Мұса, қойыңыздар. Салтанат, Асхат. Қазақ қызы дейді ғой, әр адамның өз таңдауы болады. Айгөлек, сен киме сен басқа біреу киюге құқылы бар, өзінің таңдауы бар. Сен айтып отырмай, сен сұрамайды ғой ешкім. Салта, қаншама халық көріп отыр, ауылдың адамдары көріп отыр да? Қаншама ауылдың адамдар көріп отыр. Ана осына көріп отырып, күшті екен деп айтады. Айгөлек. Ой, барлығы киді ғой мына жерде отырған. Үндеме, Айгөлек, Нұрболат көріп отыр. Рамазан, үміткерін қолдамайсың ба? Сен үшін келіп отыр ғой, біз үшін. Қолдаған кезде емес, мен қолдап отырмын ғой, енді түсініп отырмын, жас әлі кішкентай тентек. Бірақтан Айгөлек бір жағынан дұрыс айтып жатыр. Кисін, бірақ бұл жерде емес, бұл жерде үлкен кісілер көреді. Білмеймін. Жоқ, сонда Рамазан, сен өз сөзін өткізе алмайсың. Сен егер ұнамайтын болса, сол кезде кеше айту керек еді. Ертең қысқа киіп келме деп. Сен сол кезде айту керек едің. Қалай сөзіңді өткізе алмайсың? Сен просто сен өзің кеше айтып шыққанда мен сұраған жоқ. Бұл менің жұбым емес. Мен жұбым емес. Сен өзің айтып қойдың ғой кеше. Біз кеше ғана танысып көрдік. Егерде бұл менің қызым болатын болса, мен қысқа кигізбейтін едім осы жерде. Қатынды бастан деп айтады. Осы кезден бастап, кеше өзің айттың, өз аузынан шыққан сөз. Қысқанда қысқасы болады деп. Қысқанда қысқасы болады. Әркімнің фантазиясын өзінің орнын болады. Дұрыс қой, мен өзім қызым туралы айттым. Егерде жанымда жүретін қыз дедім. Дұрыс па, жанымда жүретін қызым дедім. Бұл менің жұбым емес, енді таныс көріп жатырмыз. Әлі бір-бірімізді жақсы білмейміз. Қалай айтам мен оған осыны келе салып. Дұрыс, Рамазан, өте дұрыс, әлі жұпта емес, кеше ғана танысты. Жарнамадан кейін бұл таныстық жалғасын таба ма, таппай ма, бірге көрейік, бірге білейік. Бірде барсың, бірде жоқ. Мұса біздің бір елес. Мына түрімен жігітіміз биыл үйленбейді-ау. Иншалла осы жыл болады. Үйге апарып тастады, дүкенге кіріп, ол маған фрукты, банан бәрін алып берді. Торт алып берді, мороженое жеп отырдық. Жұрттың жұбын ойлағанша, өз жұбыңды ізде. Менің атымнан Агата. Негізі бірақ керемет жар болатын қыз. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Ханзадаға уақыт жетпеді. Жәмиля, жасым 34-те, Ақтөбе қаласынан. Ақтөбелік арумен танысып та үлгермеді. Ажырасудың себебі? Ол кісі басқа қалаға кету керек болды, сол себептен біз екі айырылдық. Бірақ кездесу болған шығар. Туған жерім Өзбекстан қаласы. Бірақ қазақпын. Асхатқа үміткер көп келсе де, нәтиже неге жоқ? Негізін ақы шыққан сайын бақыттымын. Жәмиля, сіз қалай ойлайсыз? Телеарна сыртынан ұнаттым. Анам ұнатқан, анам осы жаққа келуіме көндірген. Сәлден кейін
қосылайық жобасында. Тұрғандай көрінді маған? Жоқ, мен айтып отырмын ғой, жаңа клуб туралы тема, ол мен қорғап отырмын, бармағам деді, мен наоборот қамырып айтып отырмын, сен доказательствоң жоқ, неге ол айтатсың деп. А қысқалығына действительно қарсымын. Енді ауыр сөздер айтып жатыр да, сен сөзің өтпейді деп ше. Жалпы мен бұл бағдарламаға әрбір қыздың етегін жабу үшін келген жоқпын ғой. Қыз өз есін біліп, етегін жаппаса мен не деймін? Ал егерде дальше больше ол жайлы сөйлесеміз Ақботамен. Рамазан кеше қысқанында қысқасы бар деді, нормально қысқа сияқты ғой саған қара. Жоқ, мен айттым тізеден. Жоқ, қысқанында қысқасы бар деп сен былай қарай көрсеттің ғой сен. Жоқ, мен тізеден деп айтқан болатынмын. Өз сөзімде өзім тұра аламын. Мен айттым тізеден деп айтқан осы жерде. Мен айта кетсем болады ма? Агата, Мұса, қатысушылар не болды соншама жабылып деймді. Ақбота да біздің отбасының бір мүшесі болды, бірге тамақ іштік, бірге жүрдік деген сияқты, иә. Біз мына жерде именно бәр қыздың етегін ұзартуға отқан жоқпыз ғой. Әркімнің өз санасы бар. Уже 18-ге толған, толықтай қыз кәдімгідей. Сосын барып, екінші рет келгеннің бәрі тапочки қолап келмейді бұл жаққа. Раз келіпті, енді қосып жіберуге тырысайық та, біз обязательно прям топить етіп, үміткерді соншама жерден алып, жерге салып жатсыңдар. Агатаның пікірін тыңдадық. Мұса не дейді екен? Шынымен мына жерде Ақбота сен ренжіме, бірақ алатын мына жерде пікірлер бар. Сен дұрыс жағын өзіңе алуың керек. Содан кейін жігіттер қыздарға айтатыным да, кішкене қолдау көрсеткеніміз дұрыс. Себебі шын мәнінде ондай қыздарға өзімізде қарап қоятынымыз бар, жігіттер мойындау керек қой. Сондықтан мына жерде бар ғой, келді екен деп бір дұшпан көрмей, қош келсін, қосылсын ұнатса, неге? Сосын мына жерде эфирді пайдаланып, бір қазақи көрініп, очко жинап кетуге тырыспай ақ қойыңдаршы. Я Дианахан Мұсаға қосып кетейінші, достың да досы бар. Енді Ақбота өзің білесің ғой, бағанағы досың ол сен досың емес қой, ол жалпы әшейін инстаграмда танысқан адамы. Ал бұл Ақботаны пайдаланып, ол істеп тұрған нәрсесі ол. Ол жерде Ақбота жертва болып тұр да, просто так. Және де Ақбота, ена қысқа келгенің қате, сен ақылың бар қызсың ғой, керек жол бұндай қайталамасаң деп өтінемін сенен, е? Сен жақсы қызсың негізі. Бірақ жабылмай қойған дұрыс, Дианахан жабылып өйтіп, зачем? Әлия ханым? Кеп тұр ғой микрофон Ақтөреден. Қозғалмайды екен бұл кісі бүйтіп. Ержан, сен зып етіп Ақботаны жақтағаның дұрыс. Бірге отырдыңдар, бір замандасыңдар, бірге құрдасыңдар, бірге тикток түсіресіңдер. Ол жақсы. Бірақ тикток дегеннен бері, 2 күннен бері бір жыным келеді. Көшеде менен үлкен қатындар тикток түсіріп атады, сырт көзге бір жын ұрып атқан, бір аурума бір бәле елестейді. Сөйтіп көшеде машина қағып кетсе не болады? Тикток деген нәрсе Россияда жабылды, Азербайжан ба, сол 2 елде жабылды, бізде де жабылса күшті болар еді. Одан кейін айтатыным, Рамазанда 1-ші сезонда ана тақырбас қызға келген ғой, негізі екеуі сайда, мынаның ата-анасы қабылдамайды. Ақботаны да қимай отыр, өте әдемі, түр десе түрі бар, киімі жарасып тұр, аяқ киімін қандай. Бірақ сәл мына жерден көйлегің түсіп тұрғанда сені біз қабыл алар едік. Ренжіме, ақылды қызсың ғой, керегін алып ал, керек емесін шығарып жібер. Бізге ренжіме. Диана ханым, Роза ханым, қазір. Мен бір нәрсе көріп қалдым да. Әлия ханым тиктокқа қарсымын деп кешеден бері ұрандатып жатыр да. Бірақ мен кеше көріп қалдым, хамумен бірге тиктокқа өзі түскен.
Жоқ, бүйтті қараңызшы. Мынау бүйтті да Әлияхан, бер қараңыз да, Хамо, бер қараңыз да деді. Сосын бәріне айтып шықты. Бәрі Хамоны адам құрлы көрген жоқ. Сосын давай мен беркеш бер, тиктогыңды әкеш бері дедім да. Сөйтсем азанда бетеді ғой. Әлияханым бір күнде 400 000 просмотр бопты дейді. Құрып кетсінші деп кетті. Диана ханым, таңертең келсем, Әлия ханым мақтанып жүр ғой. Менде 400 000 просмотр болды. Әлия ханым, осылай бұйырса миллионға да жетесіз. Темаға қайтамыз. Темаға қайтайық. Мына Ақбота келді, қош келдің. Енді мына киім туралы айтқан кезде сана сезім болса, ақыл болса, киімде тұрған ештеңе жоқ деп мен өзім тарапымнан айтайын. Енді бұрынғы сезон не дегенде мен болған жоқ, жаңадан келген адаммын. Енді жассың ғой жаным. Сондықтан мына жердегі айтқан пікірді тыңдап, қайта ответ бермей игнорировать етсең, сен соны кейін өзіңе аласың жаным. Былай абаласы неден сахнада өте әдемі сұлулығың буквально на глазах тает да для меня. Екіншіден енді ол шешім екеулеріне байланысты болады ғой. Бұл программа ең жақсы программа. Мен 60 жасында келіп отырмын, жақсы программа болған соң, шынайы программа болған соң келіп отырмын. Сондықтан жаңағыдай провокационный нелерді шығармауға тырысу керек. Ондай адамдардан дос болмауын. Провокацияға берілмеу керек. Берілмеу керек. Санаймын. Енді тикток жаққа келсем, мен бүгін бірінші тикток түсірдім. Әлия маған ұрысты. Мен бірақ айттым, мен немерелерімді түсіріп, мен де көрейін деп, бүгін тикток бірінші түсіріп, қол шапалақтап қойыңыздар. Диана ханым айтып өтсем бола ма? Әлия ханым, сіз мысалы айтып отырсыз ғой, мына жерде кішкене артық сияқты. Менен де үлкен айтпай ақ қойын жаңағы сөз, бірақ әйелдер түсірген өте ерсіз деп. Бұл жерде кім түсірмейді, барлығы түсіреді. Оның ішінде бізде сыйлап жүретін Роза ханымның өзі де бірнеше адаммен түсірді, бірақ ол өте артық. Ешқандай бұл жерде біреудің бір жаман ашылып шашылып жатқан жер жоқ. Одан нетпей ақ қойыңыз. Содан кейін сөйлеген кезде жоқ, сөйлеген кезде кішкене ойлансаңыз дұрыс болар. Сізден де үлкен кісі бұл жерде түсіріп отыр. Жоқ, түскенде міне, бірақ бұл ханым өзі түскен жоқ. Әсемжан келіңізші деп түсті. Түсе берсін, бейі жарасы. Сізді Қамрақұл шақырғандай ол кісіге шақырды. Жастардың арасында жүр, біз тикток дейін түсініп жатыр ғой. Бірақ ішінде бір жаман ұятсыз сөз бар да. Ойбай, оның ішінде Роза ханым жүрмей ақ қойсын да дедім. Бірақ Роза ханымға тікелей бар, неге тиктокқа түсіп жатсыз деген жоқпын. Енді мен бір рет, ханым бір рет түсіпті, енді түспейміз де, құрсын, тиктогі құрсын. Роза ханым түсетін Әлия ханым, мен түсем, мен немерелеріме ұнайды. Мен немерелеріме ұнап жатыр да. Сосын мен түсем, олармен. Әлия ханым, сіз енді жалғыз түспейтін болып қалдыңыз. Әлия ханым жақтастары бар ма? Сәкен аға екеулеріңіз түспейсіздер. Сіздер өздеріңіздің бір дүниелеріңізді ашыңыздар. Әлия ханым, жақсы темаға қайтайық. Мына жерде, мысалы, көрдік қой тиктокпен түсірген, өте әдемі көрді. Дұрыс қой, енді контент жасау керек, видео түсіру керек, көріну керек. Потом, Әлия ханым, заманға сай өмір сүру керек. Бұрынғы заманда қалып кетпей, тиктокты не принимаю, интернет не принимаю, инстаграм не принимаю емес. Осы заманға сай өмір сүру керек. Жалпы негіз тикток деп жатырмыз да. Кейде тиктоктың да кері әсері тиіп кетуі мүмкін ше. Андай не жағынан ше? Жоқ, Диана ханым тыңдаңыз, андай жақта ғой. Мен тыңдап отырмын. Мысалы, қазір мен бір қатысушымен тикток түсіремін. Иә, мысалы Зухра ханыммен. Мысалы Зухра ханыммен да. Адамдар сразу айтады типа, ол жерде мысалы бір, не знаю, махаббат жайлы өлең болуы мүмкін, или не знаю, бір көрініс болуы мүмкін да, ол бір әзір ретінде, бірақ халықтар оны басқаша түсініп қалуы мүмкін, типа екеуі жүріп жатыр, екеуі бір нәрсе шар жереді да. Сол жер жаман да негізінде. Біреумен тиктокқа түсіп қалсаң, қос жереді сразу. Сонымен жүріп жатыр, бір нәрсе болып жатыр. Сол жерінен зиян бар негізі. Бұл жерде тиктокты жарнамалау емес мәселе, біздің бағдарлама қыздар тұрмысқа шығу, ұлдар үйлену темаға қайтайықшы. Бір тикток өзіңіз бастадыңыз ғой? Жоқ, 2 күннен бері тикток деп маған да қара күйе жағалып жатыр ғой. Хамы 400 просмотрын құрып кетсін тиктокқа, енді түспеймін.
Жаным өзі енді Қамрақұлға жаны ашып түскен екен. Ол түскеннен кейін 400 000 қаралым санына ие болғаннан кейін жоқ TikTok керек емес дейді Әлия ханым. Сізді түсіну бір қиын Ақтөре. Диана ханым бағана TikTok жайлы айтып отыр ғой. Негізі ақша берсе түсіреді негізі Әлия ханым. Иә, бағана былай ойнап айттым да 400 просмотр болыпты дейді да, мен айтамын ғой 400 000 теңге алыпты хамуды. Ол 1 теңге, 1 просмотр 1 теңге болады десем, мынау кеп, маған берсейші бір 20 000 теңге берсейші дейді. Точно ма? Мыналар бар ғой эфирдің сыртында басқа да, эфирде басқа. Короче, кім? Мені Ақтөре қалай екен деп маған қайтарып жатыр ғой. Бірақ айта берсін. Өзіңіз айттыңыз ғой. Жоқ, дұрыс қой. Бірақ Әлия ханым ақша берсе тағы түсет дегенің қате. Мен түспеймін. Бол, жабақшы TikTok. Оған ақша ешкім бермейді, сондықтан үндемей түспей қойсаңыз. Өтірік өзі қиялдап жүр ғой. Диана ханым. Айгүл ханым, Маржан ханым. Ақбота, қош келдің. Қош көрдік. Жаңа айтып жатсында бәрлерің пиар үшін отырсыңдар деп ше. Бәрімізге топырақ шашпа. Сен сөйлейтін болсаң кішкене ойланып сөйле. Бұл жерге беттен алып төстен шабудың қажеті жоқ. Мақұл, біз сол үшін отырмыз да. Сен сөзіңе қараған кезде. Рамазанда сол үшін отыр ма? Жоқ. Не бұл бізге топырақ шашып жатсың? Сіздің кешегі соңғы салған сөздеріңізден кейін сөйтіп ойладым да. Қандай сөздеріне? Қандай сөз боты? Типа, Ақбота бүгін кеп қапты, ол қызды түсінбедім, бірдеңе қуалап келген деп сап қойыпты да. Сіз өзіңіз солай ойлап отырсыз да, елді де сөйтіп. Өйткені мен ондай артық шеңке жазған жоқ, бірақ сен келгенің ана кездер әдем болып келдің, кеттің бұл жерден. Енді бұл жерге енді екінші рет келіп отырсың, бірақ не қылып әдем дегенде спокойно кетті, без скандал, без ничего. Енді келіп отырсың, бәрімен ұрсып отырсың да, хамомен ұрсып отырсың, кішкене сыйластық білдірсе айналайын. Айналмай қойыңызшы мені. Негізінде ше, мына жерге андай да, кетсе не боптық, мысалы бұрынғы қатысушы болғандар үміткер болып келеді. Мысалы мен де екінші сезонға келіп жатырмын, мен де үміткер болғам. Білмеймін. Жоқ, Диана ханым келсе Рамазанға келді, бізге келген жоқ, иә? Рамазанға ұнау үшін келді. Нелерің бар, тисе бермендеші отношенияларын айтсын, ұнады ма вообще бір-бірлеріңе ұнады ма? Соған қарай ауысайықшы, расымен де. Енді Рамазан еркелеп сөйлегені, жалпы ашық мінезі, ойында приколдары, әзілді көп айтады екен негізінде ше, көп әзіл дейді. Прикол тастап қояды маған. Сол әзілдер ұнады, бірақ 100% білген жоқпын. Ақботаны 100% не білген жоқпын. Және де мынандай нәрсе көбісі маған айтып жатыр. Достарым кезінде мынандай 3 миллион туралы айтады, мынау туралы айтады, клуб жайлы айтады. Негізінде, мысалы, өзімде де болған кезінде қателестім. Бізде дәл қазір жарнама, Рамазан, кешірім сұраймын. Жарнамадан кейін сенің нақты шешіміңді естуге біз әзірміз, дайынбыз, және де жаңа үміткер кімге келді бірге білейік.